Ассаламу алейкум, сайғылы телесердилеріміз эфирде хаберлер студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам ве шымдыки саатқа бойле малюмат. Назар Денис флотилиядан уч бронекатер Азақ денизден кечіп керечке келділер. Қырымда ең бұйық мұсылман ибадетханесінің құруджилығы девам етмекте. Қырымда экотуризм рағбетлі қазана. Қырым чеші тренклернен гуледі. Бұ ведигерлев қаларны бозым яйнымызда сейрі етіңіз. Туневан ақшам өлдірілген деп ылян етілген Аркадий Бабченко түрі екен. Оның Украинаның қавсызлық қызметі башының брифингде сақ селемет көстерділер. Бұл әрекет Бабченканы реал телюкеден құртармақ мақсады еле япылған. Ялта шер мемориетінің сабық елбашчысы Андрей Ростенканы құрчалаған тараф оның яқаламасы ақта қарарыны темуіз етті. Бұл ақта бүгін мұғберлерге Қырымбашы Сергей Аксенов хабер етті. Жұмхуриет башы Андрей Ростенканын жинайы тақып етілуіне тесір еткен инсанларының адларыны белгілемеге ваде етті. Оларының сырасында құветлі структураларының ребері. Хатырлатамыз, Андрей Ростенко Ялта шер башының вазифесіні 2014 сенесі язмев сымынде бежірі башлады. Sonra Озисте гейле іштен чықты. Майыс 22 күні Москва шерінде оның ұқу құрчалайжылар яқаладылар. Майысының 23-інде есе пайтақтаки басман махкемесі Ялта шер мемориетінің сабық башына апске алмақ жезасы сечті. Обжаловали арест, я еще раз говорю, глупое заказное дело, абсолютно известно кем. Я сейчас только дойдет до логического варианта, поверьте, я разложу всю ситуацию, то есть всех персонажей, кто за этим стоит, всех вытянем в публичное поле. То есть дело абсолютно заказное, надуманное, я еще раз говорю, это нонсенс. 2009 сенесінің сонына қадар Қырым Титан заводына алып барған демир ел чалышы башлай жақ. Бұақта Қырым елбашчысы Сергей Аксенов тариф етті. Туневін о Эрмени базар шерні зиярет етті. Андау бір қач объектіні бақып чықты. Демир ел Қырым Титан заводының параларына құрыла жақ. Бұл ішлерге тахменен 600 миллион рубле масраф етіледек. Шымды лейха hazırlана. Административная поддержка в части подготовки проектной документации, изменения в градостроительную документацию в части строительства железнодорожной ветки. Правительство все полностью окажет содействие, берем все на себя. Никаких вопросов, здесь помощь будет оказана всесторонняя. С точки зрения водоснабжения точно так же есть рабочий проект. Мы сегодня обсудили, договорились, кто за что отвечает в рамках этого проекта реализации. Договорились, что до конца года мы должны нам дополнительный источник поставки воды обеспечить совместно. Железная дорога, договорились предварительно о том, что согласно дорожной карты будет введена в эксплуатацию в конце 2019 года, до конца 2019 года. Қырым Титан заводы титан диоксидіні ішлеп чықара. Бумаде құруджилық мальземелер япылуында құлана. Бұндан ғайры бұл завод көбіре ішлеп чықара. Эвел білдіргеніне көре Қырым Титан тешкілятыны идаре еткен титановы инвестиции шirketi банкрот ола біле. Февраль айында Москваның махкемесі холдинге қаршы дава башлады. Компанияға қаршы ВТБ банкі махкемеге дава берді. Бұл банкқа титановы инвестиции шirketi 2,5 миллиард рубле боржыланды. Паралар тап 2016 сене язда төленмек керек еді. Махкеме бұл ішінің бақылуыны августның 21 күнде қалдырды. Вазиет Қырым елбашчысының незаретінде болуна. Правительство делает республики все возможное, чтобы предприятие работало. В каком положении финансовом находится предприятие, вы все знаете, я детализировать ситуацию не буду. Тем не менее, мы договорились, что мы со своей стороны принимаем ряд мер, направленных на повышение устойчивости работы предприятия. Предприятие нам необходимо, оно на сегодняшний день обеспечивает работой больше 3500 людей. И город Армянск, по сути, и Красноперекопск живут за счет этого предприятия. Тем более это бюджетообразующее предприятие для Республики Крым. Ахмезжет районның инсанлар топлу яшаған ерлерінде актив шекілде балабақчалар ве мектеплер құрула. Құруджилар ашыққа алыр, чүнке эпс объектлер бұл сене эксплуатацияға тапшырылмақ керек. Федераль мақсадлы программа насыл дәрежеде әмелге кечірілген ақта невбетті келев қамыз. Бұл мектепні Марина микрорайонында яшаған 100-ден зияде сакин беклей. Бұл ве ярықлар сыныфлар. Бұл мектеп энзиманеве технологиялар бойынша құрула.
Объектның мейданлығы 30 квадрат метрін тешкіл әте. Бұ тахменен 5 футбол мейдана. Более мейдан ен зиманеви спорт салонлар, тедбурзалар ве мейданларны құрмаға имкан бережек. Коробка установлена на 95%. Ведутся монтаж внутренних инженерных сетей, системы электроснабжения, водоотведения и водоснабжения. Проблем нет? Проблем нету, укладываются в сроки. Бұ балабақша есе Бұғырча қасабасында құрула. Оны кечкен сене тіклеп башладылар. Бұ бинада 260 бала тербеленежек. Оны сентябрь айында ачмаға планлаштыралар. На данный момент полностью каркас здания выполнен. Ведутся фасадные работы, которые выполнены на 80%. Осталось ее нанести структурную штукатурку и покрасить. Федераль мақсатлы программада әмде мүддеттен евел құрылып біткен объектлер бар. Mesela Чоқурча қасабасындаки бала бақча. Ерлі сакенлер бұ объектны 25 жылдан берлі бекледілер. Құручылар оның соңғы ішлеріні екінлейлер. По городу Симферополю по федеральной целевой программе запланировано до 2020 года 36 объектов. Из них, я вам скажу, 23 объекта в местах компактного проживания. Это детские садики, школы. Также есть у нас строительство новых дорог. Это у нас вот так мечеть Фонтаны, буквально 2 месяца осталось до завершения. Там порядка 5 километров дорог. На 19-20 год Каменка, Хошкельды микрорайон. Также порядка 3 километров дорог будет обустроено. В микрорайоне Марина порядка 1,5 километров дорог. Это опять-таки эти дороги уже исходят из пожеланий местных жителей. Балабақчалар ве мектеплер 2020 сенегеже ичтимаи иқтисади инкишаф программасына бинаен құрулалар. Объектлер бұл сене эксплуатацияға тапшырылажақлар. Лилия Виджат, Магомед Нестуров, Миллет Ичун. Қырым рейс бойынша қатнаған автобус ел четіне авдарылды. Бұ судақ ве суғықсала, яғни Грушевка елында олған шей. Бұақта бүгін Қырым февкуляде вазиет назірлігінің матбуат қызметі хабер етті. Автобус айдавжысы арабаны идаре етіп ола амады. Нетижеде елдан четке чықты ве авдарылды. Яқшы ке зарар көргенлер йоқ деп языла месачта. Ел нақле қазанын ақыбетлерінен Крым Спас девлет идаресіндегі судақ қазайы құртаруф отрядының хадимлері ве ГИБДД хадимлері оғраштылар. Қазанын себеплері белгілене. Киев акимиеті Қырым көпірі олған проблемалары қында айтқанда кенеді доғру малюмат бермейлер деп білдірді Қырым акимиетінің вице-премьер-назирі Дмитрий Полонский. Алынма ечбір меселеве қолайсызлық йоқ велмасы мүмкіндегіл. Бұл көпір епсі сынырларыны шу жүмледен нақлиеве логистик сынырларыны алып ташламақ үшін құрылды. Ве бұл вазифе бежірілді, деді Дмитрий Полонский. Хатырлатамыз Эвел Украин мемур Борис Бабин құрылған көпір геми қатнауына кедерете деп білдірген еді. О атты нақлие объекті біршеге даянмайжақ деп ваде еткен еді. Қырым көпірінің матбуат қызметінде бұл сөзлеріні тефсір еттілер. Олар анатылар ки құрылған кечет ве кемерлер кереклі қорчала васталары иле донатылған. Украин мемурлары ве журналистлері кереч кечетінден көпір құрмақ мүмкіндегіл деп қошқан еділер. Яны Иван Антонов адлы миналарға қаршы мұдафа геме ағымда кесене сентябрь Қара Деңіз флотының дайма тұрajақ еріне кележек. Бұақта Қара Деңіз флотының матбуат қызметі хабер етті. Матбуат қызметінің мәліматына көре бөле гемелерінің еріні деніштіру чоқ елі хамелият. Емде иқтисадиет тарафтан ең елверішлі. Хатырлатамыз Эвел Қара Деңіз флотына Вышний Волочок деп адланған яны күчек ракета гемісі келген еді. Бұндан ғайры Қырым көпіріні қараболамақ үшін Азақ денізіне назар, яны Каспий флотилияның уч бронекатері еткізілді. Ақши қасабасында тантаналы шекілде майы документы адлы яны модуль меркез açılды. Ендіден көй сәкенлері онынлы оператив шекілде девлет ве беледие қызметлеріні ала білелер. Меркезнің яны имкенларыны бұзым ұғберіміз Султания Ситакаева ұғренді. Чох функциональ меркез электронный вбеттен башлана. 50 беледие ве девлет хызметні енді бір ерде алмақ мүмкін. Бұ информат хызметінің насыл алмақ кереклігіні, не қадар пара төлемек ве насыл весеқалар керек олғанына аңлатыр. Я так понимаю, наследство, да, вы оформляете?
Bundan son ариза бергенлерні кереклі қызмет алмаға давет етелер. Нина Азарова бүгін топрақ дамартасыны ресмейлештірем. Айта кепек онайтлы ветес. Да, бір ай евелсі бұ ішке бір конь айырмақ керек еді. Ну, все, конечно, красиво, хорошо, нормально. Все нравится. Сейчас, конечно, намного лучше все и быстрее. Меркез зиманеви донатмаларнен толу. 5 қызмет көстерген пенжере бар. Бірінде тасил алған хадим чалыша. Олар меслеат беріп, тез ве кейфиетлі ярдым етмеге азырлар. Это высокопрофессиональные люди, которые проходят, прежде всего они проходят специальный отбор, в том числе психологический тест. И во-вторых, они проходят специальную подготовку. Чоқ функциональ меркез бүгін тек ақшекте дегілді кефе шайырындеве ички қасабасында чалышып башлады. Бойлелікнен Қырымда бүгінгі күнде умумен 558 пенжере аризаларыны қабыл ете. Сегодня мы можем уверенно говорить, что у нас охват по оказанию государственных муниципальных услуг на территории Республики Крым составляет уже 90,3%. То есть мы полностью выполнили задачу, которая перед нами была поставлена правительством Российской Федерации. Қырым акимиеті бұ сененің сонына қадар ярымаданы бұтун лечоқ функциональ меркезлер вастасы еле девлет ве беледие қызметлер көстерілігі бойынша қапламаға планлаштыра. Шубесіз бұ вақыттан сәкенлер невбетлерде тар ве қаранлық аятларда тұрмақны ұнытажақлар. Султанисты Каева, Иван Евдокимов, Миллет Ичун. Жемия дипломатиясы муабетлік милетлері ара разылық пекеттілівнің ве этник ара зидетлерінің оғыны алмақның механизмы. Бүгін Русия Девлет Адлие университетінің Қырым филиалында олып кечкен конференциясының баш мевзусы бойле олды. Көрішівнің esas мақсады али оқу вирту ве халықлар достлық евы арасында ішбірлік ақта анлашма имзалануы олды. Анлашмаға бинайын илеріде тәсіл ве тедбірлер тешкілі түліві саларында ішбірлік амелге кечіріледек. Бойле анлашмалар имзалануы ярмадада ве умумин мемлекетте вазиетні бозмақ тыршубларда ғарпның күчсізлігіні қайд етті. Дейлер конференция штиркчилері. Я поддерживаю идею объединения наших уважаемых общественных организаций, государственных бюджетных учреждений. Сегодня мы здесь приняли решение, согласовали подписать договор о сотрудничестве и будем дальше усиливать свои отношения и развивать. Конкурслар спорт ярышлары ве балқур телеквест Ахмезжет мемориеті бойле шекілде июннің бұрынде шер күніні қайд етмеге планлаштыра. Шер тымсалинен квесті енді іштимайы ағлардар ағбетлі олды. Оның esas ғайысы Ахмезжетке келген балқуртларыны тапмақтыр. Бұндан ғайры Мари Эл пайтақтындан Йошкин код қараманын екелі. Шернің esas мейданында аноневи концерт, лазер шоу ве музыкаль фейерверк олмасы бекленелі. Амы байрамның esas хусусиеті Россия адлы аэростатның ишлетувы олачақ. 1 числа запуск теплового аэростата «Россия» будет у нас в Гагаринском парке, рядом с Грациями. Он, конечно, не будет летать над городом, мы его будем поднимать, опускать, в общем-то, постараемся кого-то и покатать на нем, потому что запускать, естественно, его достаточно опасно, в аэропорт рядом, высоковольтные линии, но, скажем, поднимать вверх, запускать вниз, это, пожалуйста, наверное, это будет интересно, достаточно красочно, большой очень. Это новое, к нам люди обратились, что могут такое сделать. Мы посчитали, что это будет правильно. Қырымда милетлер ара ве конфессиялар ара муйт стабиль. Буақта Қырым Жемиет палатасының рейсі Григорий Иоффе тарифет девлет шурасында кечкен топлашувда милли ве дене экстремизмнің оғыны алу виолары музакере етілді. Топлашу вичтимайы жеттен муим олған мир нашему дому адлы ха черчевесінде олып кечті. Русияде мемлекетіміздің президенті экстремизмге қаршы стратегияны таздықлады. Экстремизм или күреш бойынша федераль қанун қабыл етілді. Керекли структуралар яратылды. В 2017 году впервые зафиксирован за длительный срок беспрецедентный спад ксенофобских настроений в стране. Зафиксировано, что в 2017 году уровень этнофобии и поддержки изоляционистских практик в отношении других национальностей достиг минимального значения, и это минимальное значение оказалось по ряду показателей ниже уровня 60%. Вот. Все это, конечно, хорошо. Для сравнения, допустим, в предыдущем году, в 2016, эта доля составляла 70%, а в 2013 – 81%.
Топлашувда да девлет тилер огренелі вақта сөз ерсетілді. Қырым жамаат палатасының рейсі Григорий Иоффе хабер еттіке. Қырым татар тілі огренелі ванде қиынықлар не қадар чоққа сүрсе, бұл мевзуда о қадар чоқ айын ойынлар алып барылыр. У нас еще не все хорошо с учебниками, у нас еще не все хорошо с расписанием. Время от времени мы узнаем, что уроки крымско-татарского языка вдруг ставят на 3, на 4, а то и на 5 часов. А мы знаем, Александр Николаевич, да, что языковые предметы невозможно ставить в это время. Поэтому здесь есть некоторые сложности. Наша задача с вами, со всеми вместе, эти сложности преодолеть. Как только они будут преодолены, и как только любой ребенок по желанию своих родителей, по своему желанию, будет иметь все возможности изучать свой родной язык без каких-либо сложностей, то эта тема сама собой отпадет. Ахмезжетнің авали манына геже қатнаған троллейбуста етіп бармақ мүмкін олajaq. Крым троллейбус Симферополь адлы авалиманға геже экспресслер қатнавыны тешкіл етежек. Олар анда Демирьол вокзалдан юрежеклер. Буақта Спутник в Крыму адлы радиосының эфирінде Моисесияның генераль мудиры Илья Прокофьев тарифетті. Оның сөзлеріне көре бұл маршрутта мұқтари юрген машиналар қатнайжақ. Ойымде қайдетті ке Моисесия яны аэровокзалға же контакт ақ құрмаға планлаштырмай. Ахмезжетке өчіп келген туристлер ескі терминалдан Ялта авиалушта шерлеріне yol ала білейлер. Анда троллейбус кассалары өзішіні девам етежек. Руселелерінің учтен бір пайы Қырымдар атлама қақта арзу етейлер. Ярмадада аляда бозым гражданларымыз үшін ең істелген курортлар рейтингте бірінші ерде тұра. Буақтав ЦИОМ хабер ете. Соравға бенайын руселелерінің учтен бір пайы Қырым курортларында атланмаға арзу етейлер. Гражданларының 37% айталар ки, имканлары олса язны тамам Ярмадада кечірмеге естереділер. Қырымда кераз жиылуы башланды. Иркунь Ахмезжет янында ерлешкен тек бір бақчада 5 тоннадан зияде бейма жиыла. Умумен аграрийлер 125 тонна берекет топламаға планлаштыралар. Мұхбиріміз Айшы Шулакова кераз жиымасында іштирак етті. Бу бақчада иш саба 7:30 башлана. Иш қайнай. Кераз жиючылары Қырымның бір қач районundan келелер. Тази ававе яхшы айлық. Бу эпосы хадимлерні желпете. Елена Цибулька бу бақчада 3 жылдан берли чалыша. Айтаки, кераз ось тазелегіні жоймасын деп, оны мұқайтлықнен жимақ керек. У нас черешня собирается с кольчаткой, чтобы нигде не было ни гнилого, ни червивого, ни бита. Ну, чтобы вид у нее красивый был. Бу Ахмежит районының Софиевка көйінде ерлешкен кераз бақчасы. Оның яшы 30-дан зияды. Мұнда тап совет деврінден қалған кераз чешітлері осе. Мұмен бұ 9 чешіт. Яқында 1 майская деп адланған кераз чешіті жиылып бітті. Оның берекеті 1 гектардан 10 тонна. Шымды есе русская адлы кераз чешіті жиыла. Майыс чешітіне баққанда от атлыжа ве этлиже. Бу сене аграрийлер yüzdен зияда кераз берекетіні топламаға ниет етелер. Бу тереклер совет схемасы бойынша сачылғанына ве яғанақлар аз олғанына бақмадан. Начался с 15 мая и закончился в первых числах июля. То есть сбор будет такой растянутый. Это хорошо тем, что все сорта не созревают одновременно, да, а мы можем в сроки убрать данный сорт, перейти на следующий, который подходит следом за ним. Мой сенің территориясында кераздан ғайры да юзлерже башқа тереклер осе. Бу эрик, алма, веш шефтали. Иш вақыт чоқ дайма мутехасыслар керек. Нам требуются плодовощеводы, механизаторы, слесаря по ремонту сельскохозяйственной техники. Конечно же, эта работа требует любви к земле, любви к своему труду. Күн девамында бүтін берекет Ярымадада сатыла. Қырымның sıcak күнеші алтында ве илячсыз өстірілген кераз Русияның башқа регионларына ойле де барып етмей. Оның үшін экологик жиеттен теміз мақсулат Қырымда дырқала. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Шымды кілік бұ эпсі малюмат саат 21 бұчуқта секеледе қаберлер информацион программасына Асана Бибулаев үлі қачырманыз. Көрішмек үзре сағуақнен қалыныз.